сәлем тағдырлар арнасының тыңдармандары, менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Күйеуімді қайтсем қайтарам. Соңғы кезде менің өмірім мүлде мәні кетті. Отбасым үшін күресуден әбден шаршадым. Күйеуім екеуміз бір-бірімізден алыстап кеттік. Дәл қазір қатты қиналып жүрмін. Мен тұрмысқа шыққаныма 8 жылдай болды. Күйеуім екеуміз бір-бірімізді ұнатып қосылдық. Ол бір үйдің ерке баласы, ал мен кішкентайымнан әжемнің қолында өскен еркемін. Анаммен босағаннан кейін әкем бізді тастап кетіпті. Жап-жас кезінде кішкентай сәбиін құшақтап жалғыз қалған анама мені тәрбиелеуге әжем көмектескен. Мен ес біліп қалғанда анам екінші рет тұрмыс құрды. Соңымнан ерген інім бар. Анам қалада тұрып жұмыс істейді. Мен кішкентайымнан ауылда өсіп, мектепте де сол жақты бітірдім. Кейін қалаға келіп колледжге оқуға түсіп, тігінші мамандығын алып шықтым. Өзім кішкентай кезімнен суретке, еңбек сабағына қатты ынтам болатын. Қазір Құдайға шүкір дизайнерлік компаниясында жұмыс істеймін. Үйлерді безендіремін, перделер тігемін. Мен колледжді бітіргеннен кейін өзімнің бір жылдай сөйлесіп жүрген жігітіме тұрмысқа шықтым. Ол мені туған күніне шақырып, сол жерде басыма орамал салып алып қалды. Ата-енем қайынсіңліммен бірге тұрамыз. Отбасылы болған соң көп ұзамай тұңғыш қызымыз дүниеге келді. Қазір қызымның жасы 7-ден асты. Қызым кішкентайынан енеме бауыр басты. Әжесін қатты жақсы көрді. Менің мамамды көргенде апа деп амандасқаны болмаса аса жақындамайтында. Жаңа шаңырақ көтерген отбасылардың барлығы небір қиындықтардан өтеді ғой. Біздің отбасымызда да біраз қиындықтар болды. Алғашқы жылдары жолдасым екеуміз жиі ұрсатынбыз. Өйткені ол өте жалқау, жұмыс істеп ақша табуды білмейді. Есесіне карта ойнап, машинамен түнімен қыдырғанды жақсы көреді. Барлық еркек сондай дерсіздер, бірақ не нәрсенің шегі болады ғой. Мен тұрмысқа шыққалы өзім жұмыс істеп, керек жағымды өзім аламын. Үйге қажетті тұрмыстық техника, ұсақ-түйек жиһазға дейін алдым. Күйеуім уақыт өте келе еркелігін қойып, есейіп жұмыс істер деуші едім. Бірақ ол кірген жұмысынан болмашы сылтаумен шығып кететін. Өзің туысқан бауырлармен түні бойы қыдырып, күні бойы ұйықтайды. Онымен қоймай ішіп келіп үйдің берекесін алады. Тіпті қол да көтереді. Осы уақытқа дейін оның ата-анасы балаларының ерсі қылығын көріп тұрып, оны тәртіпке сала алмайтыны менің ашуыма тиеді. Жаман еркекті жақсы әйел төрге сүйрейді дейді ғой, бірақ мен күйеуімді дұрыс жолға сала алмай қойдым. Сау кезінде сөйлесуге де тырыстым. Тіпті кейде қатты ұрсысып, өз үйіме кетіп те көрдім. Бірақ еш нәтиже жоқ. Менің оның жанында бір ғана нәрсе ұстайды. Ол арамыздағы бала. Өйткені мен өзім туған әкенің махаббатына зәру болып өстім. Әкесіз өсудің не екенін білемін. Ал қызымның әкесіз өскенін қаламаймын. Сол үшін талай рет күйеуіме қатты ренжісем де қызым үшін кешірімді болуға тырысатынмын. Бірақ күйеуім менің кешірімділігімді, отбасын сақтауға деген ниетімізді әділсіздікке санайтындай. Өйткені оған сәл ғана кемшілігін айтып, ақылға келтіргім келсе, менімен тұрған ұнамаса, сені ешкім ұстап тұрған жоқ, кете бер дейді. Күйеуімнің есі кірер деп жүргенде 8 жылдай уақыт өте шықты. Осы уақытқа дейін менің одан ажырасу туралы ойымда болған емес. Өйткені ол қандай болса да мені тастамайды, ажыраспайды деп ойлаушы ем. Жақында күйеуімнің ашынасы бар екенін біліп, тауым шағалып, өмір сүргім келмей кетті. Бірде ол таң ата келді де шешініп жатты. Сонда байқадым, іш киімін теріс киіп алыпты. Бұған аса қатты мән бермей қоймадым. Сол күні кешке күйеуімнің туысқан бауырларының әйелі маған, сенің күйеуінің басқа әйелі бар, онымен бірге ашықтан ашық жүріп жүр. Өзі жап-жас қыз деген деді. Мына сөзді естігеннен кейін әбден мазам кетті. Күйеуімді аңдып жүріп, оның басқа қызбен кездескенін, кафеде құшақтасып отырғанын өз көзіммен көрдім. Үйге келгенде күйеуіме айғайлап жылап, қасындағысының кім екенін сұрап едім. Ол өзіне тарпа бас салып, жауаптан тайқып кетті. Осы жағдайдан кейін не істерімді білмей басым қатып жүр. Жұмысқа барамын, келемін. Меңіреу адам секілдімін. Ешкіммен сөйлесе алмаймын. Сөйтіп жүргенде тағы бір абысыным үйге келіп, мені күйеуімнің қай жерде кіммен демалып жүргенін көрсетемін деп ертіп апарды. Кешкі уақытта абысынымен еріп өзеннің жағасына бардық. Сол жерде 3 жігіт, 4 қыз ойнап күліп отыр. Менің күйеуімнің алдында бір қыз отыр.
Әлгіні көре сала өзімді өзім ұстай алмадым. Жүгіріп бардым да қызды да ұрдым. Күйеуіме де аузыма келгенін айттым. Ол мені сол жерден қуып жіберді. Осыдан кейін мен қызымды алып үйге кетіп қалдым. 3 күннен кейін қызым әжеме барамын деп жылағаннан кейін оны қайта апарып тастадым. Ал күйеуім маған бірде-бір рет хабарласқандай емес. Одан кешірім сұрауды күтудің өзі ақымақтық секілді. Енді не істерімді білмей басым қатты. Қызыма обал. Естуімше күйеуімнің өзінің махаббатымен жоба жазылмай жүр екен. Ол қыздың жасы 23 жас. 5 жасар қызы бар екен. Оның әр қадамын абысындарым жеткізіп отырады. Сонда менің күйеуім өз әйелін, қызын басқа бір жанға, өзге біреудің баласына оп-оңай айырбастап кеткен ғой. Енді не істеймін? Әбден басым қатты.